Саламатсыздар ма? Менің есімім Мәншүк болады. Мен сіздерге Greenway компаниясының план маркетингін айтып өтейін. Компанияның ашылғанына 1,5 жыл болды. Қазақстанға келгеніне 9 декабрь 2017 жыл. Компанияны ашқан Леонид Маргунов деген 20% өнім біздерде Европадан келеді. Қалған өнімдердің бәрі Новосибирскіден, Академгородоктан шығады. Енді компанияға кірген кезде тегін регистрациямен кіруге болады, тіркелуге. 2 айдың біреуінде 50 единицаға тапсырыс жасауыңыз керек. Бір единица Қазақстан бойынша 480 теңге болып саналады. 50 единицамыз біздің 24 000 теңге. Ай сайын активациясы бар. Компанияның өзінің внутренний коэффициенті болады. Егер де сіз ақшалай есептейтін болсаңыз, 210 теңгеге көбейтесіз, товарлай 231 теңгеге көбейтесіз. 50 единицадан ешқандай да табыс көзін таппайсыз. Егер де 100 единицадан 199 единицаға дейін тапсырыс жасайтын болсаңыз, онда сізге компания 10% товарлай, 10% сізге товарлай, 40% сізге ақшалай табыс көзін төлейді. Егер де сіз 200 единицадан 499 единицаға дейін жасайтын болсаңыз, 20% сізге товарлай, 40% ақшалай төлейді. 500 единицадан жоғары жасайтын болсаңыз, 40% товармен, 40% ақшамен аласыз. 500 единица сізде товарлай есептеген кезде барлығы бірде есептелінеді. 500-ді көбейтеміз 40%-ге, көбейтеміз 231-ге. Сол кезде 46 200 теңге шығады. Ал ақшалай есептелген кезде шегереміз 50 единицаны, 50 единицамыз сізді шақырған партнерға кетеді. 450 болады, 450-ге көбейтеміз 40%-ге, көбейтеміз 210-ға. 37 800 теңге сіз ақшалай аласыз. Барлығын қосқан кезде 84 000 теңге сіздің табыс көзіңіз болып саналады. Кез келген жаңадан келген партнер бірінші айдан-ақ 84 000 теңге табыс көзін табуға болады. Бұл ақшаны сіздер бөліп жасасаңыз да болады. Әр четверг күні біздерде табыс көзін алуға мүмкіндігіңіз болады. Егер де сіз 500 единица, 200 болмаса 100 единицаға жасайтын болсаңыз. Екінші табыс көзі бонус наставника деп аталады. Сіз келдіңіз, ізіңізден адамдар шақырдыңыз өзіңіз. Біреу 100-ге жасайды, біреу 200 жасайды, біреу 50-ге жасайды, біреу 3, біреу мысалға 30 единица жасап дейік. 100-200 жасаса да 50 единицаға дейін 4200 теңгеден төленеді. 100 единица жасаса да сіз 4200 аласыз, 200 жасаса да бір рет 4200 төленеді. 50 единицаға да 4200 төленеді. Ал қалған бонустарды айдың аяғында есептеп, мысалға біреу 3, біреу 30 единица, 20 единица жасайтын болса, барлығын есептеп сізге компания төлейді. 4200 теңге. Әр 50 единица жасаған партнердан алып отырсаңыз, 10 адам шақырсаңыз, көбейтеміз 4200-ге, 10 адам шақырып 42 000 теңге табыс көзін табуға болады. Енді 100 адамыңыз болса 420 000 теңге тек қана шақырған адамдарыңыздан алып отыруға болады. Бұл табыс көзінде сіздер әр четверг күні алып отырасыздар. Үшінші табыс көзі бізде бонус групповой объем дейді. Өзіңіздің тапсырысыңыздан, командаңызға келген, өзіңіздің жеке шақырған және глубинаның барлық тапсырыс жасаған партнердің бәрін балдар есептеліп, сізге ақшалай төленеді. 750 единица болатын болса, 6%-ымыз 9450 теңге сізге компания бірінші табысыңызға, екінші табысыңызға қосымша табыс төленеді. Бұл 9450 теңгеде кәдімгідей ақша, мысалы бір квартплатаның ақшасы. Сіз S1 статусын наставнигінің атағын аласыз. 1500 единица егер де сіз жасайтын болсаңыз, 12% сізге табыс көзін төлейді. 12%-ымыз біздің ақшалай есептегенде 34 500 теңге болады.
Екі наставник статусын аласыз. Егер де сіздің групповой объемыңыз 2500 единица болатын болса, уже 18%. Тем объем көбейген сайын проценті де көп төлейді компания. Сіз 94.500 теңге табыс көзін аласыз. Қарап көріңізші, 750 теңгеден 3 есе көбейтіңіз, ал табыс көзін сізге компания 10 есе көп төлеп тұр. Үш наставник аласыз мына жерде. Енді 4000 единица жасайтын болсаңыз, 24% сізге компания төлейді, 201 мың теңге табыс көзін аласыз. Лидер статусын сізге береді. Уже сол айдан бастап, егерде кірген кезден 3 айдың ішінде жасайтын болсаңыз, онда сіз қосымша 201 мың теңгеге премия 200 мың теңге аласыз. Ол ақшаны сізге бөліп төлейді. Әр компанияда жылына 2 рет путешествие бар. Путешествиеға бірге баруға мүмкіндігіңіз бар. 4-ші табыс көзі бізде автобонус деп аталады. Автобонуста сіз келдіңіз. Ізіңізден 4 лидер шықты. Бірінші лидер шыққан кезде L1, екінші лидер шыққан кезде L2, үшінші лидер шыққан кезде L3, төртінші лидер шыққан кезде уже мастер деген статусты жабасыз. Сол айдан бастап 3 ай есептеледі де автобонуста 180-ші Мерседес автокөлігін аласыздар. Және 5-ші табыс көзі бізде требел бонус деп аталады. Ол 6000 единицадан жоғары лидерлерден басқа партнерларыңызбен жапқан кезде сізге қосымша путешествиеға барғанға, жұмсағанға ақша бөлек төленеді. 6-шы акционер компания деп аталады. Грандмастер статусын жапқан кезде сізге компанияның бүкіл товар оборотынан 1% пен 4% аралығында сізге ақша төлейді. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Командама мен келіп бірге жұмыс істесеңіздер болады. Бұл жерде жаңадан басталып жатырған компания аз уақыттың ішінде Мерседес автокөлігіне жетіп, 100 мыңнан миллион, 2 миллион, одан да көп табыс көзіне жетуге мүмкіндіктеріңіз болады. Барлық қалалардан лидерлер іздеп жатырмын. Мен структурама шақырамын.